Барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз көңіл толқынының бірінші және де екінші бөлімін үйренетін боламыз. Егер де каналға тіркелмесең, тіркеліп, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңді сұраймын. Бұл күйді біз стандартта соль мен ре браунда немесе фа мен до браунда ойнай аламыз. Мен қазір сіздерге толықтай күйді ойнап берейін. Толық дегенде күйдің барлығын ойнамай-ақ қояйын. Сіздерге қазір бірінші және екінші бөлімді ойнап беремін. Бүгінгі үйренетін. Және айтайын дегенім, мен бірінші бөлім, екінші бөлім деп айтып тұрғаным, бұл мен ғана. То есть мен солай бөлдім, бірінші бөлім, екінші. Біреулер мен айтқан екі бөлімді, мысалы бір бөлім деп қосып айтуы мүмкін біреулер. В общем, солай әркім әртүрлі айтады. Бастайық. Екінші бөліммен сіздерге ойнап бердім. Ары қарай үшке. Үшінші бөлім. Кете береді. Олай, төртінші бөлім. Сөйтіп кетеді. Так. Бастайық. Ең бірінші біз не істейміз? Ең бірінші біз мына төртінші саусағымызды мынадан санап, жетінші пернеге дейін әкелеміз. Жетінші пернеге үшімізбен қойып, мына жақта бірінші саусағымызды бесінші пернеге қоямыз. Деп, сосын былай бастағанда былай істейміз. Шертеміз, и іліп аламыз үстіңгісін. Одан кейін қайтадан жауабымызда жоғары, төмен деп ойнаймыз. Үстіңгі шекті былай. Шерткен кезде мына саусақтарға қараңыздар, бәрі бос болсын. Былай тұрсын. Бет жинап қоймаңыздар, былай тұрсын бос. Сосын тек қана мына сұқ саусағымызды, бірінші саусағымызды қимылдатамыз. Былай. Так, сосын жанымен, саусақтың жанымен несі былай. Так, бастайық. Төмен іліп аламыз. Үстіңгісін бейт. Іліп білмесеңіздер, басып барасыздар кішкене төменге и жіберіп қаласыздар. То есть тағы төмен іліп аламыз. Сосын қайттан жауабымыз да үстіңгісін жоғары төмен ілеміз. Одан кейін мына жақта жетінші пернеге жауып қаламыз. Үшінші саусағымызбен жоғары ойнаймыз. Тағы да басынан бастап іліп аламыз. Сосын жауабымыз жоғары төмен жауып қаламыз. Я, осылай. Бұл бірінші бөлімнің бірінші шартысы. Тағы да көрсетемін. Төмен іліп аламыз. Қайтып қоямыз. Жоғары төмен. Жетіні басамыз. Жоғары ойнаймыз. Сонда мынандай шығады. Деген шығады. Одан кейін екінші шартысында дәл солай бірінші сияқты бастаймыз. Жеті, онда бес. Төмен іліп аламыз. Сосын қайтып қоямыз. Жоғары төмен и ашамыз. Үстін ғана ашасыз. Үстін ойнайсыз. Тағы да басынан бастап. Бірінші шартысы. Сосын қайтадан екінші шартысы. Бір көрсем, төмен іліп аламыз. Сосын қайтып қоямыз. Жоғары төмен жеті. Екінші шартысы төмен іліп аламыз. Жоғары төмен ашасыз. Бұл біз бірінші бөлім болды. Бұл бірінші бөлім деп неге мен айттым? Өйткені ол жерде деген бұл күйде үшінші бөлімнен кейін бір ойналады, төртінші бөлімнен кейін бірінші бөлім ойналады. Сол тез-тез айту үшін, сізге мына жақтан кейін бірінші бөлім деп айтып кету үшін. Сол кезде тез үйренесіз да, ыңғайлы болады. Бөлімдерге бөліп тастағанда. Так, тағы да бір көрсетейін, сосын келесі неге екінші бөлім өтеміз. Төмен іліп аламыз, жоғары төмен жеті, екінші бөлімі. Екінші бөлігі. Төмен іліп аламыз, жоғары төмен ашамыз. Енді мен сізге толық ойнап беремін. Кстати, бұны бастағанда екі рет ойнаймыз. Всегда екі рет қайталаймыз бұл бірінші бөлімді. Басынан бастап. Екінші рет. И бітті. Одан кейін екінші бөлім басталады. Екінші бөлімі дәл жаңағы бірінші бөлім сияқты басталады. Бұлай. Төмен тұрамыз. Сосын жоғары төмен жеті дейміз де. Мына жақта 5-3-ке кетіп қаламыз. 5-3. Төмен ойнаймыз. И іліп аламыз үстін. Сосын қайтып қоямыз. Сосын астыңғы нені, шекті жоғары төмен ойнаймыз. Так, тағы да. Екінші бөлім басы. Төмен іліп аламыз. Жоғары төмен 7, 3 пен 5. Төмен
астын жоғары, төмен. Одан кейін үстіндегі 7-ге барамыз да жоғары ойнаймыз. Тағы да басынан бастап. Екінші бөлім. Төмен, іліп аламыз. Жоғары, төмен, 7, 3 пен 5, төмен, іліп аламыз. Сосын қайтып қоямыз. Асты жоғары, төмен, сосын үстіне барамыз да 7-ні басамыз. Осыдан кейін 5 пен 5 ұстап қоламыз. Төменге шертеміз. Басына қарай боламыз. Қайтып қоямыз. Астын ойнаймыз. Жоғары, төмен. Мына жақта жібермей, 5 пен 5 жібермей, астында 4-ші саусақпен 7-ге баруымыз керек. Сол егер де бара алмасаңыздар, шынтақты көтермеңіздер. Кейбіреулер сөйтіп көтеріп, мүлде жетпей қалады да. Сіздер шынтақтың бәрін босатып, саусақтарыңызды созыңыздар төменге. Сол кезде жеткіземіз 7-ге. Одан кейін жоғары ойнаймыз. Іліп аламыз сосын. Мына ойнаймыз 7-ні. Мына 5 пен 5 тұра береді. 7-ні ойнаймыз, іліп аламыз. Так, жаңағы жерден бастап көрсетейін. Басынан бастап. Төмен, іліп аламыз. Жоғары, төмен, 7, 3 пен 5, төмен, іліп аламыз. Асты, жоғары, төмен, үсті 7. Одан кейін 5 пен 5-ге келдік. Төмен, іліп аламыз. Сосын асты, жоғары, төмен, 7-ні басып қоямыз. Ойнаймыз, іліп аламыз. И все. Келесі дәл солай қайталанады екінші рет. 3 пен 5 төмен, іліп аламыз. Сосын асты, жоғары, төмен, үсті 7. Одан кейін 5 пен 5 төмен, лига, іліп алуда, лига деп өтеді. Сосын қоямыз. Астын жоғары, төмен, 7-ні іліп аламыз да. Қайдадан 3 пен 5-ге барамыз, төмен, іліп аламыз. Сосын астын жоғары, төмен, үсті 7. Сосын бірінші бөлім қайталанады. Тағы көрсетемін, екінші бөлім. Жоғары, төмен, 7, 3 пен 5, төмен, іліп аламыз. Асты жоғары, төмен, үсті 7, 5 пен 5, төмен, іліп аламыз. Сосын асты жоғары, төмен, 7-ні басамыз, деп іліп аламыз. Сосын 3 пен 5 қайталанды. Сосын асты жоғары, төмен, үсті 7, 5 пен 5, іліп аламыз. Асты жоғары, төмен, 7 іліп аламыз. Одан кейін 3, жоғары, төмен, 7 и бірінші бөлім. Енді тоқтамай ойнап берейін сізге екінші бөлімді. Енді бірінші, екінші бөлімді толығымен ойнап беремін, сосын аяқтаймыз сабағымызды. Келесі үшінші бөлімді, төртінші бөлімді келесі сабақта үйренетін боламыз. Достар, міне осылайша бүгін көңіл-толқын үйренуді бастадық. Егер де сіздерге сабақ ұнаған болса, каналды қолдап кетулеріңізді сұраймын. Тіркеліп немесе лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер де риза боламын. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік, және де келесі сабақта көріскенше.